Сәлем балар! Бүгін ана тілі пәнінен 55-ші сабақ сөз және оның мағынасы тақырыбын өтеміз. Балар, бүгінгі біздің өтетін жаңа бөліміміз сөз және оның мағынасы, яғни сөз заттың, құбылыстың атауын айтамыз. Сөздің мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы бір-біріне жуық сөздер, дыбысталуы бірдей, мағынасы әр басқа сөздер болады. Мысалы, мағынасы қарама-қарсы сөздерге ақ, қара, жақсы, жаман деген сияқты сөздер жатады. Ал мағынасы бір-біріне жақын, жуық сөздерге мысалы балар әдемі, сұлу, ажарлы деген сияқты сөздер жатады. Ал дыбысталуы бірдей, мағынасы әр басқа сөздерге мысалы бас, жерді бас, мысалы жерді басады адам, одан кейін мысалы адамның басы, балар, бас деп аталынады. Не болмаса кез келген жануардың басы, бас деп аталынады. Сөздер заттың атын білдіретін сөздер, заттың қимылын білдіретін сөздер, заттың сынын білдіретін сөздер, заттың санын білдіретін сөздер болады. Мысалы, заттың атын білдіретін сөздерге мысалы кез келген заттың аты болады. Мысалы, кітап. Кітап ол заттың аты. Ал заттың қимылын білдіретін сөздерге мысалы ол ойнап жатыр, ойнап жатқанын білдіріп тұр, балар. Келесі заттың сынын білдіретін сөздер, заттың қандай екендігін анықтайтын сөздерді айтамыз. Тәтті, ащы, мысалы сары, қызыл, осылардың бәрі сынын білдіреді. Келесі заттың санын білдіреді, яғни заттың нешеу екендігін анықтайды. Мысалы 5 кітап, 4 дәптер деген секілді. Бұл бөлімде сөздің не екенін, сөз мағынасының түрлерін білетін боласыңдар, балалар. 55-ші сабақ сөз және оның мағынасы тақырыбын ары қарай жалғастырып өтейік. Балалар, бірінші жаттығу қарайықшы. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа, өлеңді тыңда дейді. Әр сөзде дыбыс орны бар. Яғни біз әр сөзді айтқан кезде дыбыстың әр қайсының орны бар. Біреу бірінші тұрады, бір дыбыс. Кейбір дыбыстар екінші тұрады, келесі дыбыс үшінші тұратын секілді. Әріптер кетті шашылып, шашылды үйме-жүйме боп. Тәртіп жоқ, рет жүйе жоқ. Мыр жатыр, у қасында, му деген сөз жоқ, расында. Ж отыр, оның соңында, мәнісі жоқ-ау, оңында. О менен т қатар, дөп келіп, оқылды маздап, от болып. Әр сөзде дыбыс орны бар, орайын тауып орнығар. Мұзафар Әлімбай ұлының керемет өлеңі, яғни бұл жерде әр сөздің дыбыс орны бар екендігі айтылған екен, балалар. Балалар, бұл өлеңде үйме-жүйме деген сөздер бір жерге топтану деген мағынаны білдіреді. Балалар, сөз неден құралады? Дұрыс айтасыздар. Сөз дыбыстардан құралады. Мағынасы болмаса сөз бола алады ма? Жоқ. Мағынасы болмаса сөз бола алмайды, балалар. Егерде кез келген әріптерді бір-біріне біріктіріп жазып оқысақ, оның ешқандай мағынасы болмайды. Сөз дыбыстардан құралады. Сөз белгілі бір мағынаны білдіреді, балалар. Есімізден шығармайық. Жарайсыңдар, жақсы, балалар. Олай болса, келесі екінші жаттығу қарайық. Екінші жаттығуда біз сөздерді бір бөлік, сөйлемдерді бір бөлік топтастырып жазуымыз керек. Ал енді осы жердегі сөйлемдер мен сөздерді оқып шығайық. Ерлан мен Айдос достар. Балалар, бұл сөйлем бе, әлде сөз бе? Дұрыс айтасыңдар. Сөйлем, яғни есімізге түсірейік. Сөйлем ол сөздерден құралады. Ал сөздер ол тек дыбыстардан құралады. Яғни сөздердің мағынасы болады, балалар. Ерлан, Айдос, мен достар. Олар ол сөздерге жатады. Олар өте тату. Яғни олардың тату екендігін айтып тұр, балалар. Бұл жерде ол сөйлемге жатады. Олар тату, өте, біріне көмек деген ол сөздер.
Балалар, байқасаңдар, сөздер үтір арқылы жазылады екен, балалар? Бір-біріне көмектесіп жүреді деген сөйлем екен. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Олай болса, келесі үшінші жаттығу қарайық. Үшінші жаттығуда берілген буындардан сөз құрап айт дейді. Балалар, бұл жерде бізде дос, ілім, тық, тап, деген буындар берілген. Міне осы буындарды пайдалана отырып сөз құрауымыз керек. Балалар, қарайықшы, қандай сөздер шығады? Дұрыс, жарайсыңдар. Яғни бұл жерде білім деген сөз шығады. Жарайсыңдар. Келесі достық. Келесі соңғы кітап. Жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабағым ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.